Бұқар жыраудың өте қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып, қаз дауысты Қазыбек би келеді. Төсекте жатқан Бұқар жырау бірден 10-ға дейін санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмады. Қазыбек, сен айтып берші деген екен. Сонда Қазыбектің берген жауабы: бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніңіз егесіп өткен ер жаман, үш дегеніңіз үш бұтақты шідерден шошыған ат жаман, төрт дегеніңіз төскейге шыға алмаған кәрілік жаман, бес дегеніңіз білікті адамнан белгілі бала тумаған жаман, алты дегеніңіз аймағын билей алмаған адам жаман, жеті дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман, сегіз дегеніңіз бастаған серкесіз қой жаман, тоғыз дегеніңіз толғанғаныңыз, 10 дегеніңіз өткеніңіз, о дүниеге жеткеніңіз деген екен.